Жезқазғанда Түркістан облысы тұрғындарының қатысуымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Олар өңіраралық мәдени байланыс орнату мақсатында Ұлытауға арнайы барған. Табиғат жанашырлары қала тұрғындарымен бірге Қаныш Сәтпаев ескерткішінің маңын тазалады. Бұл алаң облыс орталығындағы ең көрікті орындардың бірі. Академиктің 125 жылдық мерейтойына орай жақында ғана қайта жаңғыртудан өткен. Түркістандық делегация құрамында депутаттар, қоғам белсенділері мен ақпарат саласының қызметкерлері бар. Республиканың барлық өңірін аралап, киелі орындарда тазалық жүргізетін топ осыған дейін Қазақстанның батыс өңірінде болған. Делегация басшысы Дулат Әбіш, басты мақсатымыз азаматтарды табиғатқа жанашырлық танытуға шақыру дейді. Қаныш Сәтпаевтың 125 жылдығы. Сол 120 аясында осы акцияны жалғастырсақ дедік. Сондай-ақ жаңа жошы алашақандарда болып, ол жерде де осы акциямызды жалғастырып, ол акцияның көзбояушылық емес, ол акция шынайы болу керек. Мысалға да біз барған жердің бәрінде өзіміздің жүрегімізбен мақсатын елге насихаттау. Тек қана жаңағы барып көшені сыпыру емес, тазалық бір күндік емес, бұл компания емес, бұл біздің күнделікті мәдениетіміз. Вот соны сіңіру.